Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін 3 шілде жұма мүбәрәк болсын. Біз жұмысымыздың қарбаластығына байланысты 3-4 күн бойы сіздерге жаңа ақпараттарды бере алмадық. Сондықтан өткен бірнеше тәулік ішіндегі ақпараттарды жинақтап сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Осыдан 4-5 күн бұрын Ресей Украина аумағын жаппай атқыламақ, 1000-нан астам дрон мен 100-ден астам зымыран қолдануы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Осы ақпаратқа байланысты Украина президенті Зеленский Ирландиядағы сапарын ертерек аяқтатып, асығыс еліне қайтқалы жатыр деген ақпарат тараған. Айтып ауыз жиғанша Ресей Киевке ондаған зымыран, неше жүздеген ұшқысыз ұшақпен соққы жасады. Қаладағы көптеген тұрғын үй кешендеріне зымыран тиді, жанармай бекеттері отқа оранды. Қазірге дейін Ресейдің бұл реткі шабуылынан Киевте 11 адам қаза тапты, ондаған адам жарақат алған. Құтқару жұмыстары әлі жалғасуда, үйінде астында қалғандар әлі де бар делініп жатыр. Жалпы Киевке жасалған соққы барысында Қызыл Крест ұйымының қоймасы да жойылған. Қоймада 320 мыңға жуық гуманитарлық көмек болған, медициналық жабдықтарда осы қоймада сақталған деген ақпарат бар. Жалпы Ресейдің тиіс ағашқа тимесе бұтаққа деп атқылаған соққысынан Киевтегі көптеген бейуаз тұрғындар зардап шекті. Сонымен қатар бұл реткі соққыда пошта бөлімшесі, қоймалары, көлік салондары, шұжық цехы да отқа оранған. Осы соққыдан кейін халықаралық сарапшылар Киев енді Ресейден өш алу сипатында ауқымды соққы жасауы мүмкін деп болжап отыр. Жалпы қазір оған Украинаның да мүмкіндігі бар. Өйткені қазір Украина мейлі ұшқысыз ұшақ өндіру жағынан болсын, қанатты зымыран өндіру жағынан болсын, және ұшқысыз ұшақтарды соғыс даласында қолдану жағынан болсын, Ресейден біртіндеп аса бастады. Кеше дрон күштерінің бас қолбасшысы 1-2 шілде аралығында Украинаның дрон әскері басып алынған Қырымда орналасқан 11 энергетикалық нысанға дөп соққы жасады деп мәлімдеген болатын. Жалпы наурыз айынан бастап Украина алыс қашықтыққа соққы жасайтын дрондарды қолдану бойынша алғаш рет Ресейді басып озған. Ал маусым айында бұл көрсеткіш 2 еселенген. Әрине Украинада қарап жатқан жоқ, Ресейдің мұнай өңдейтін зауыттарына толассыз соққыларды жалғастырып жатыр. Мәселен, Украина Кстоп мұнай өңдеу зауытына соққы жасады. Бұл мұнай өңдеу зауыты 17 миллион тоннаға жуық мұнай өңдейді. Бензин шығару бойынша Ресейдегі екінші ірі мұнай өңдеу зауыты саналады. Украина бұл мұнай өңдеу зауытына мамыр айында да шабуыл жасаған болатын. Осы шабуылдан кейін мұнай өңдеу зауыты жұмыстарын тоқтатып ремонтқа қалдырылған болатын. Жоспар бойынша шілде айында қайта қолданысқа берілуі тиіс еді. Енді қолданысқа берілетін сәтте міне қайта соққыға ұшырады. Әрине Украина Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарын соққылап жатқан кезде Ресейде Майдан даласына жақын орналасқан аймақтағы Украин жанармай құю бекеттерінде соққылауда. Маусым айында Украинаның да 60-қа жуық бекеті соққыға ұшыраған. Украинаның толассыз соққысынан қазір Қырымда жанармай бағасы 200 рубльге дейін жеткені мәлім болды. Алып-сатарлар 400 рубльге дейін саудалауда. Ал бұны біздің ақшаға шаққанда литрі 1200 немесе 2400 теңгеге дейін бағаланады. Жалпы қазір Ресейде жанармай дағдарысы күшейіп бара жатқаны жасырын емес. Қазір Ресейдің 4 өңірінде жанармай бекеттерінде көлік отыны тек қызметтік көліктерге ғана сатылып жатыр. Саратовта Роснефть жанармай құю станцияларында тек арнайы көліктерге және шенеуніктерге ғана қызмет көрсетуде. Волгоградта Газпром бекеттерінде бензин тек белгілі бір отын карталары бар адамдарға ғана беріледі. Бұл карталар әкімдік, ауруханалар мен полиция көліктеріне ғана берілуде.
Ал Краснорда Роснефть жандармай құю станциясында бензинді тек мемлекеттік қызметкерлер куәліктерін көрсету арқылы ғана сатып алынады. Міне осының өзінен ақ Ресейдегі жанармай тапшылығының барған сайын ушығып бара жатқанын байқауға болады. Осыған байланысты қазір Ресей шетелден жанармай сатып алу жағын ойласып жатыр деген ақпаратты айтқан болатынбыз. Соңғы деректерге қарағанда Ресей Үндістаннан жағармай сатып ала бастады. Көлемі шамамен 60-70 мың тонна. Ресей жалпы шетелдерден 400 мың тоннаға жуық жанармай сатып алмақ. Ал Ресейдің соққы жеген мұнай өңдеу зауыттары мен жағармай логистикасы ел ішілік жағдайды қанағаттандыра алмауда. Жақында журналистерге сұхбат берген Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Александр Сырский Ресей әскері Брянск облысы арқылы Чернигов облысына қайта басып кіруі мүмкін деп мәлімдеді. Сырский қазіргі уақытта Беларусь аумағында ауқымды деңгейде Ресей әскерінің шоғырланғаны байқалмайтынын атап өтті. Оның айтуынша Ресей билігі Киевке қайта шабуыл жасау мүмкіндіктерін жаппай қарастырып жатыр. Бізге белгілі мәлімет бойынша Путин Ресейдің әскери бас штабына шабуыл операциясын жүргізудің түрлі нұсқаларын әзірлеуді тапсырған. Соның ішінде Беларусь аумағы арқылы Киевті басып алу мүмкіндігі де қарастыру керектігі айтылған, деді Сырский. Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Сырский бұл сценарийдің жүзеге асу ықтималдығы жоғары емес дейді. Соңғы оқиғаларды ескере отырып, Беларусь басшылығы өз аумағын агрессордың шабуыл операциясын жүргізетін орны ретінде пайдалануға келіседі деп ойламаймын, деді ол. Мамыр айының ортасында Украинаның бірнеше ресми өкілі мен шенеуніктері Ресей Беларусь аумағы арқылы жаңа шабуылға дайындалып жатуы мүмкін екенін, оған Беларусь әскері де қатысуы ықтимал екенін мәлімдеген болатын. Алайда Украина қарулы күштерінің қолбасшысы Сырский ең ықтимал сценарий ретінде Ресейдің Брянск облысы арқылы солтүстік бағыттан шабуыл жасау нұсқасын атауда. Ресейдің Брянск облысы аумағынан солтүстік бағытта шабуыл жасауға дайындалып жатқан әрекеті байқалады. Бұл шынайы сценарий. Сондықтан да біз оған дайындалып жатырмыз, деді Сырский. Сырскийдің айтуынша мұндай шабуылдың негізгі мақсаты Украина шекарасына жақын аумақтардың бір бөлігін басып алу арқылы Украина қарулы күштерінің елдің шығысындағы майдан шебінен басқа өңірге назарын аударуға тырысу деп мәлімдеді ол. Сонымен қатар ол Украинаның солтүстігіндегі жер бедері кең ауқымды шабуыл операциясын жүргізуге қолайсыз екенін де атап өтті. Бұл өңірде батпақты аумақтар көп, жолдар аз және ауыр бронды техниканың өтуіне жарамды көпірлер жоқтың қасы. Алайда аймақтағы қалың орман алқаптары жаяу әскердің орман арқылы басып өтуіне мүмкіндік береді деп мәлімдеді Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы. Жалпы қазір Ресей Украина арасындағы қанғаса соғыс мүлде жаңа сипат алып, майдан даласындағы динамика күн сайын өзгеруде. Bloomberg агенттігі Украина Ресейдің жарты жерін қарумен көздеп отырғанын алға тартады. Сарапшылардың пайымдауынша Украина ендігі жерде өз өндірісінен шыққан соққы жасаушы дрондар мен қанатты зымырандарды қос-қостан қолданып, Ресейдің әуе қорғаныс жүйесін әлсірету техникасын пайдалануда. Ең маңызды жаңалық жақында Хейт Келлог біз бәсті Украинаға тігіп отырмыз деп мәлімдеді. Ол 2023 жылдан бері алғаш рет Украинаның Ресейге қарағанда басымдыққа ие бола бастағанын және майдандағы жағдайдың Украинаның пайдасына өзгеретініне сенім артатынын жеткізді. Сонымен қатар ақш-тың стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы жақында Ресей соғыста әскери басымдылықты толығымен жоғалтып алды деп хабарлады. Орталық сарапшылары Ресейдің адам шығынының өте жоғары екенін, 2026 жылдың бірінші жартысында екі тараптың адам шығынының ара қатынасы 8-дің 1-ге қатынасына жеткенін атап өтті. Мұндай нәтижелерге қол жеткізуде Украинаның жасанды интеллект технологияларымен жабдықталған дрондарды қолдануы шешуші фактор болғанын атап өтті. Тағы бір айта кететін маңызды жаңалық, батыстың болжаушылары қазір Ресей элитасы Путинге қарсы бас көтеруі мүмкін деген болжамды да айта бастады. Батыстық басылымдар Ресей президентінің жеке басының қауіпсіздігін алаңдап, федералдық
күзет қызметінің аппаратын айтарлықтай кеңейткенін жазуда. Бұл орган жоғары лауазымды тұлғаларды, соның ішінде Путинді және оның жақын ортасын қорғаумен айналысып келе жатқан орган. Соғыс басталғалы бері күзетшілер санының артуы Мәскеудегі билік өкілдерінің өз қауіпсіздігіне деген үрейін көрсеткендей. Ал Forbes басылымының сарапшылары Ресейдің ішкі саяси ахуалға қатысты болжам жасап, Ресей тарихындағы сәтсіз әскери науқандардың Ресей режимінің ауысуына әкеп соққанын мысалға ала отырып, алдағы 3 жыл ішінде Ресей элитасы мен ірі бизнес өкілдері билікке қарсы шығуы мүмкін деп болжайды. Сарапшылардың пікірінше, тығырыққа тірелген биліктің ұрдажық саясатынан шаршаған элита өз тағдырларын сақтап қалу үшін түбегейлі қадамдарға баруы мүмкін. Сондай-ақ басылым Кремльдегі күштік құрылымдардың өзара бәсекелестігі мен қақтығысының да билік жүйесін әлсіретіп, ішкі бүлікке ұласу қаупі бар екенін де жоққа шығармайды. Тағы бір айта кететін қосымша жаңалық, Мариуполь Донецк арасын жалғап тұрған автожолдағы кезекті көпір Украинаның түнгі шабуылынан қирады. Қазір Донецк мен Мариуполь арасындағы қатынас бүкілдей үзілді. Донецк демекші, кеше Украина президенті Зеленский мәлімдеме жасап, соғыс басталғалы бері Ресейдің әскери билігі Донбасты толық жаулап алу мерзімін кемі 15 рет ресми түрде шегерді деп мәлімдеді. Ал енді екі тараптың адам шығыны жөнінде жақында батыстың ақпарат құралдары да ақпарат таратты. Мәселен, The New York Times Ресей мен Украина арасындағы соғыста адам шығыны 2 миллионнан асқанын алға тартты. Басылым стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының ақпаратына сүйенген. Ақпарат бойынша Ресей 2022 жылдан бері кемі 1,4 миллион адамы шығынға ұшыраған, оның ішінде 450 мыңда 480 мың адамы қаза тапқан. Ал Украинаның шығыны 525 мыңда 625 мың адам арасында деп бағалануда, оның ішінде 165 мыңға жуығы қаза тапқан болуы мүмкін. Сонымен қатар аталған басылым 2026 жылы Ресейдің шығыны еселеп артып, ай сайын орта есеппен 35 мың әскерін жоғалта бастады деп жазады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.